Биыл тақырыпты жалғастырайық. Биыл алғашқы 6 айда елімізден Ресейге шығарылған ауыл шаруашылық өнімдері мен азық-түлік көлемі былтырғыдан 3 есе артық. Бізде құрастырылған автокөліктер мен құрал-жабдықтар 40%-ға көп сатылды. Бұл туралы Мәскеуде қазақстандық тауар өндірушілердің сауда миссиясы кезінде айтылды. Шараға азық-түлік құрылыс материалдарын машина жасау және дәрі-дәрмек өндіретін отандық 30 кәсіпорын қатысты. Ал былтыр екеуара сауда 14,6 миллиард ақш доллар болған. Енді көтерме саудамен айналысатын компаниялармен тағы 10 шақты келісімге қол қойылмақ. Қазақстан экспортының 70%-ы Ресейдің шекара маңындағы аймақтарына тасымалданады. Енді ірі қалаларда да жұмыс істеуге мүдделіміз. Отандық өндірушілерді әсіресе Мәскеу мен Мәскеу облысы қызықтырады. Онда сатып алу әлеуеті бүкіл Қазақстан нарығының тұтынушылық әлеуетімен пара-пар. Ресей демекші тағы бір мәлімет. Қазақстан мен Роскосмос арасындағы келісімге сай 2020 жылдан бастап протон зымыран іске қосу кешендері елімізге беріле бастайды. Ал 2025 жылы улы гептилмен биікке көтерілетін зымырандарды ұшыру тоқтатылады.